Сәлем достар, қош келдіңдер менің каналыма. Мен бүгін сізге дайындалуына 5-ақ минут кететін, дәмі тіл үйіретін, ал пайдасы көл-көсір таңғы асты дайындау жолын көрсетпекшімін. Ол үшін бізге авокадо жемісі керек. Міне, авокадо жемісін таңдағанда түсі қарамтыл жасыл болу керек. Ал ашық жасыл болса, ол авокадоның піспегендігінен хабар бергені. Міне осындай қылып екіге бөлеміз. Ортасында дәнегі бар. Міне дәнегіне келіп тіреледі, сонда өзі екіге бөлінеді. Ал дәнегін алу үшін пышақты қойып бұрасаңыз, алынады кілт құсап. Авокадоның қабығын жұқалап пышақпен алсаңыз да болады, ал мынандай қылып қасықпен алсаңыз да болады. Авокадо жемісі дәруменге өте бай, құрамында темір, фолиевый кислота, қышқылдардың да өте көп түрі бар екен. Авокадо экзотикалық, тропикалық жерде өседі. Құрамында майлардың да өте көптеген түрі бар екен. Міне осы тазаланған авокадоны блендерге салып, оны ұсақтап аламыз. Ұсақталған авокадоны үлкендеу ыдысқа салып, оның үстіне өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді салуға болады. Мен тұз бен бұрышты салдым. Бұларды жақсылап араластырамыз. Міне енді таңғы асқа осыны пайдалана беруге болады. Таңғы асқа мен нанды тостерда қыздырып жегенді ұнатамын. Егер тостер болмаса, кәдімгі таваға қыздырып жесеңіз де болады. Авокадоның құрамында сонымен қатар фолий қышқылы өте көп. Ол жүкті әйелдерге бірден бір табылмайтын дәрумен. Авокадо өте майлы жеміс, құнарлы жеміс. Өйдегені ол адамды семіртеді деген емес, керісінше салмақ түсіруге өте көп көмегін тигізеді, холестеринді төмендетеді, жүректің де жұмысын жақсартады, давлениені де түсіретін қасиеті бар. Не осындай қылып қыздырылған нанға сары майды жұқалап жағып, үстіне авокадоны жақсаңыз, тәтті таңғы ас болады. Дәмдері өте жақсы үйлесім табады. Таңғы асқа жеп кетсеңіз, түскі асқа дейін тоқ жүресіңіз. Себебі калориясы өте көп. Сонымен қатар авокадо косметологияда да өте кеңінен көп қолданылады. Себебі әжімді азайтып, бет терісінің жылтырауына, шаштың, тырнақтың жақсы өсіп, әдемі болуына көмегін тигізеді. Міне таңғы асқа осындай құнарлы, дәмді тағамдарды жеп тұруға барлықтарына кеңес беремін. Ас болсын сіздерге. Менің каналыма жазылып, лайк басып, қоңыраушаны да басып қоюға ұмытпаңыздар.